Нұрсұлтан менің астанам. Фото көрмесінен Ақмоламен байланысты көптеген оқиғаларды білуге болады. Көрме 19 ғасырдағы Ақмоланың ерекше атмосферасына енуге мүмкіндік береді. Архитектуралық ансамбльдер астанамыздың тарихына көрік береді. Ол шын мәнінде әлі күнге дейін таң қалдыратын керемет ғимараттардың қасбеттерімен әшекейленген. Бірақ ғимараттардың тарихы туралы, оларда өмір қалай өрбігені туралы тереңірек жасырылған нәрсе әлде қайда қызықты. Қызыл күйдірілген кірпіштен жасалған қалалық басқарма ғимараты ою-өрнектен техникасымен сақталған. 1899 жылы Ақмола қалалық басқармасы театрға ғимарат сатып алу үшін ақша бөледі. Театр ғимараты 19 ғасырдың аяғындағы классикалық стильде сәулет үлгісі болып табылады. Біздің қаламыздың бірнеше тарихи нысандары Көпес Кубриндердің әулетімен атымен байланысты. Көпес Степан Кубриннің тапсырысы бойынша 1880 жылы Ақмолада аурухана салынды. 19 ғасырдың бұл ерекше құрылысы осы уақытқа дейін сақталып, сәулет көркемдік құндылығы бар ғимарат болып табылады. Елорданың сәулеттік қазынасын Кенесары көшесінің бойында көруге болады. Тарихы қаншама ғасыр сақталса да, әрқашан қиялды оятатын үйлер де бар. Бұл ғимараттар сұлулығымен және әсемдігімен ғана емес, бұл өмірді аңыздар мен қызықты деректермен де толтырады. Ең әсем ғимараттардың бірі қазір қаланың тарихи бөлігін безендіріп тұрған Көпес Василий Кубриннің тұрғын үйі болды. Ақмоланың архитектуралық мұрасының жарқын мысалы Матвей Кубрин сауда үйінің ғимараты болып табылады. Дүкен ғимараты жергілікті маңызы бар тарихи мәдени ескерткіші болып табылады. Біздің қаланың ескі құрылысы тас архитектурасының бірегей ғимараттарымен ерекшеленеді. Қазіргі метеостанция ғимараты 1914 жылы салынған және осы уақытқа дейін бұл ғимарат өзінің бастапқы мақсаты бойынша пайдаланылып келеді. Тарихы революциялық кезеңмен және азаматтық соғыспен байланысты Ақмоланың сәулет құрылыстары сақталған. Көпес Майсеевтің бұрынғы үйінде әскери кеңес орналасқан, ал Көпес Силиннің үйінде Қызыл армия жауынгерлері орналасқан. 19 ғасырдың аяғындағы сәулет өнеріне Ақмоланың көпесі Егоровқа тиесілі үй жатады. Бірінші кинотеатрдың ашылу тарихы Егоровпен де байланысты болды. Ескі Ақмоланың алғашқы кинотеатрларының өзіндік тарихы бар. Бұрынғы Октябрь кинотеатрының ғимараты тарих және мәдениет ескерткіші болып табылады. Жергілікті маңызы бар тарихи мәдени мұра ескерткішіне Есіл қонақ үйінің ғимараты да жатады. 70-ші жылдардың ортасында ғимараттардың көптеген қасбеттері бай мозаикамен безендірілген. 1972 жылы құрылған мозаикалық панналардың жарқын палитрасы өзіне назар аудартады және бүгінде елорданың қалалық сәулетінің әшекейі болып табылады. Қаланың тарихи мәдени мұра ескерткіштері біздің елордамыздың қонақтары мен тұрғындары үшін бірегей құндылық болып табылады. Нұрсұлтан өткенді, бүгіні мен болашағын біріктіретін тарихи аумаққа негізделген қала.